Reddit қолданушылары, сіз ашуландырған әр адам үшін $1000 аласыз. Адамдарды ашуландырып миллиардер болудың ең жылдам жолы қандай? Видеоны бастамастан бұрын, достар, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Мен басқа YouTube каналдардағыдай, менің каналымның 90% тіркелусіз қарап отыр, менің каналымның тең жартысы тіркелмеген екен демеймін. Просто кіріп, тіркеліп кетіңіздер. Қызықты видеолардың бәрі алда. Сол себепті осы YouTube арнада бірге болайық. Көліктің терезесін ашып, музыканы бар даусына қойып, барлық көшені аралап шығам. Және түнде дворларға барып тұрам солай. Метрода немесе автобуста час пик кезінде барып, ақша сұраймын. Гитарада ән айтам, өтірік билеймін. Үстіме сасыған киім киіп аламын. Вирус жасап таратып жіберемін. Адамдардың вирусқа деген ашуы өте тез. Баламның мазасы кетіп тұрған кезде кинотеатрға немесе ТРЦ-ға апарамын. Ол жылап бәрінің мазасын алады. Ресторанға апарған күшті, әсіресе қымбат ресторандарға. Ол жердегі адамдар тез ашуланады. BTS фанаттарын ашуландырамын. Мына жерде көбі өте нашар ойланады. Мен болсам үлкен кубоктардың, спорттық шаралары өтетін жерге барып, жарықты өшіріп немесе алаңды ластар едім. Ойлаш, чемпиондар лигасы финал өтейін деп жатыр. Шараны 1-2 сағатқа кешіктіресің. Вот, миллион деген осы. Өте жақсы жауап. Мен болсам финалда алаңға жүгіріп шығып, ортасына жеткенде өтірік талып қаламын. Сосын жедел жәрдем келген кезде орнымнан атып тұрып, шешініп жүгіремін. Ақшаның бәрі менікі болады. Пробка болып жатқан кезде әдейі өте жай жүремін. Көлік жүргізушілері өте тез ашуланады. Қоғамдық орындарда телефонмен громкийға қойып сөйлесемін. Өсек айтам отырып алып. Сосын, естімедім, не дейсің деп қайта-қайта айқайлаймын. Дауысы қатты шығатын мотоцикл алып, қала шетіндегі үйлердің арасында жүремін. Кешке таман бәрі ашуланады. Сосын мен тез байып кетемін. Адам көп стадионның немесе ресторанның колонкасына мына музыканы қосып қоямын. Италияға барып, ананас қосылған пицца ең дәмді деп айтамын. Мына жердегі көп идеялар ұнамады. Адамдардың ашуына тию тез шаруа емес. Мен программист ретінде өте жақсы идеям бар. Мен оларға керемет ойын жасап беремін. Бірақ кнопкалардың орнын ауыстырып тастаймын. Олар әдеттегідей мәзірден шығу үшін B кнопкасын басса, мен оны A-ға ауыстырып тастаймын. Бітті, ойынды не қоса алмай, не шыға алмай ашуланады. Әуежайдағы қабырғаларға мына жерде розетка бар деген наклейканы жабыстырамын. Бір-екі адамның ашуына тиюі мүмкін, бірақ көпшіліктің емес. Көбі жай ғана ашуланбай кетіп қалады. Сол үшін бұл ондай мықты тәсіл емес. Барлығының интернетін өшіріп тастаймын. Телефон вышкаларын құлатамын. YouTube'тағы видеоның алдына 2 емес 3 реклама қойсаң жетеді. Бәрінің ашуына тиесің, сосын миллион аласың. Сосын рекламаның уақытын 60 секунд қылып қой. Ал сен адамдардың ашуына тиіп тезірек баюдың қандай жолын білесің? Комментарийға жазуды ұмытпа. Және біздің арнамызға тіркеліп, лайк басуды да ұмытпа. Видеоны қарап болсаң, ұнаған болса лайк бас, және де тіркелмеген болсаң, біздің арнаға тіркелуді ұмытпа. Және де біздің арнадағы басқа видеоларды қарасаң болады. Бос отырма, ол жерде қызық видеолар көп. Сенің көп уақытыңды алмаймыз. Әр кетсе 3-5 минуттық видеолар қарап шықсаң болады. Керемет қызықты видеолар бар. Және де сол тақырыпқа сәйкес комментарий қалдыратын болсаң, сенің видеоңды дәл осылай видеодан дыбыстап оқитын боламын. Сенің атыңмен әрине. Сол себепті тезірек комментарий қалдырып тіркелуді ұмытпа.